Мен мәуелі ағашпын. Көктемде гүл атып, жазда жеміс беремін. Бұтағымда алма, алхоры, өрік, жүзім тербеліп тұрады. Балалар келіп, жемісімді жұлады. Құстар ұя салып, балапандарын бағып отырады. Көлеңкемде адамдар демалады. Мен бәріне пайдамды тигіземін деп мақтанамын. Бірақ соңғы жылдары қатты қиналып жүрмін. Адамдар менің бауырластарымды көп кесіп жатыр. Орман азайып барады. Зауыттардан шыққан түтін аспанды қара бұлт қылып жауып, менің жапырағымды ластайды. Ауа лас болғандықтан дем ала алмай қалдым. Кейде жазда су аз береді, тамырым құрғап кетеді. Жемісім бұрынғыдай тәтті әрі мол болмай барады. Құрт құмырсқа да, құстар да азайып кетті. Мен қатты қорқамын. Егер ағаштар мүлде азайса, ауада оттегі кемейді. Адамдар да, жануарлар да тыныс ала алмай қалады. Жер беті ысып, климат өзгеріп, қатты суық пен қатты ыстық болады. Сондықтан, балалар, өтінішім бар. Ағаш отырғызыңдар. Қағазды үнемдеңдер, өйткені қағаз ағаштан жасалады. Зауыт түтінін азайтуға көмектесіңдер. Суды босқа шашпаңдар. Мен сендерге тәтті жеміс бергім келеді. Сендер маған таза ауа, су және қамқорлық берсеңдер, мен мәңгі жасыл болып, сендерді қуанта беремін. Өтінемін. Мені және менің достарым мәуелі ағаштарды қорғаңдар.